Сәлем достар, бүгін сіздермен қайнатылмай жасалатын және баклажкада сақталатын ерекше кобра салатын дайындаймыз. Бұл салаттың плюстары өте көп, тез дайын болады және қайнатылмайды, демек уақыттарыңыз көп қажет етпейді және аз ғана заттардан дайындалады. Ол үшін бізге помидор қажет, қызанақтар. Менде мұнда жерде 2,5 килограмм жақсылап жуып алдым. Қызанақтарды ерттартқыштан өткізетін болғандықтан, ерттартқыштан өткізгенге ыңғайлы болу үшін осылай бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Бізге аспирин қажет болады. Бұл аспиринді помидордың килограммына қарай қосасыздар. Мысалға сіздер 10 килограммнан жасасаңыз, 10 дана аспирин қосасыздар. Менде 2,5 килограмм болғандықтан 2 дана аспирин қостым. Қызанақтарымызды осылай ерттартқыштан өткізіп аламыз және де чеснок қосамыз. Оны да осы помидормен бірге өткізіп жібердім. Аспиринді негізі осылай ұнтақтап алған дұрыс, себебі помидордың ішінде ол ерімей қалып қалады. Менде 2,5 килограмм помидор болғандықтан 2 немесе 3 тілімше чеснок өткіземіз. Ұнтақталмаған қара бұрыштан 10 дана және лавр жапырағынан 3 жапырағын қостым. Егер сіздерде хрен бар болса, хрен тамырын блендерден өткізіп қосуға да болады. Сонымен қатар ақшытыны жақсы көретін болсаңыздар, 5 немесе 4 дана жартылай ашты немесе ашты бұрыштан немесе чили қосып жіберсеңіздер де болады, ерттартқыштан өткізіп. Ал тұзды дәміне қарай және өз қалауларыңызға қарай қосасыздар. Осылай жақсылап барлығын қосып болғаннан кейін араластырып аласыздар да, дәмін бір көресіздер. Егер тұзы аздау болса, тағы да тұз қосып араластырып, бір күнге немесе 2 күнге салқын жерге жауып қоямыз. Менде бір күн тұрды. Баклажкаларды жақсылап жуып алып, сүзгіш арқылы баклажкаларға құйып алдым да холодильникке салып қойдым. Бұны қыста жесеңіздер де болады, немесе қазірде мантыға, лағманға қосып жесеңіздер өте дәмді, керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Каналыма тіркеліп, басқада қыстыққа арналған көптеген салат рецепттерін көрсеңіз болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.